Қайырлы күн, құрметті оқушылар. 7-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен өтілетін сабағымыздың тақырыбы «Тудық біздер көрінбейтін бұғаумен» деп аталады. Бұл сабағымызда Темірхан Медетбектің «Тәуелсізбін» өлеңіндегі автор бейнесін анықтап, шығармадағы оқиға желісін өзіндік көз қарас тұрғысынан дамытып жазамыз. Балалар, алдыңғы сабақта Темірхан Медетбектің өмірі мен шығармашылығы жөнінде таныс болған едік. Ой түрткі сұрақтарына жауап беру арқылы еске түсіріп өтейік. Сұрақтарға дұрыс жауап бергендеріңе сенімдімін. Енді менің жауабыммен салыстырып көріңдер. Балалар, ақын Темірхан Медетбек әдебиетке деген сүйіспеншілігі туралы айтқан бір естелігінде: әдебиетке 8-9 класста құмартқан екенмін. Сол тұстарда аудандық Қызыл Түркістан газетінде 2 өлеңім шықты. Осыдан кейін ақ қанаттана түстім. Тіпті өлеңге құлай жығылдым десем артық емес. Әуелден ақ кітапты көп оқыдым. Бала кезімнен есейгенше Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов шығармаларынан бастап, ауылдың шағын кітапханасындағы дүниелерден түк қалдырмадым-ау деймін деп еске алады. Бала кезден әдебиетке сүйсінген ақын «Тәуелсізбін» өлеңінде еліміздің тәуелсіз мемлекет атанып, көк туы көгінде желбіреген жұлдызды сәтін бейнелей келе, бүгінгі тәуелсіздікке дейінгі аралықта халқымыздың сан ғасырлық аумалы төкпелі тағдыры, арманы мен аңсары, арпалысқа толы күресі жатқанын тебірене жырлайды. Балалар, енді бейнематериалға назарымызды аударайық. Москва. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Қазақстанның басшылығына бұрын-соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Еліміз егемендік алған кезде алғашқылардың бірі болып қуанып осы тақырыпқа өлең жазғандардың бірі өзіңіз едіңіз. Сол өлеңіңізді оқып берсеңіз. Тәуелсізбін мен бүгін, келді міне азаттығым, теңдігім, бостандықта бойлығым мен ендігім, шешіленді. шемен болған шерленім, қарсы қарап қатал мынау заманға, айналдық біз қайтпас қайсар қамалға,
Aldı бүгін тәуелсіздік тау тасым, орман, көлім, далам менің баламда. Жаным менің, қаным менің тәуелсіз, арым менің, жарым менің тәуелсіз, заңым менің, бағым менің тәуелсіз, әнім менің, дәнім менің тәуелсіз. Тәуелсізбін, енді өзімді сынаймын, тәуелсізбін, нұрсымды күнайдың, құласам да емін-еркін құлаймын, жыласам да емін-еркін жылаймын. Тәуелсізбін, танып тұрмын өзімді, ұшырамын қанат байлап сөзімді, ешкім енді көкірегімнен итеріп, ешкім енді шықмайды көзімді. Тәуелсіз ойым менен ұғымда, бағыт құсым қонды келіп тұғырға. Тәуелсіздік алды бүгін қараңдар, тойым түгіл, қайғым менен мұңымда. Заман өтті, қансыратып қанаған, заман өтті, қалтыратып тонаған, тәуелсіздік келді міне. Ақыры, зорға жеттім мен оған. Ай, бәрекелді аға. Керемет. Сол бір кездегі енді бір сезіміңізді, әсеріңізді осы өлеңмен әдемілеп жеткізген екенсіз. Аға, тәуелсіздік дегенді біз қалай қадірлеуіміз керек, қалай бағалауымыз керек? Тәуелсіздікті бұдан өткен үлкен мереке жоқ. Бұдан өткен ұлы мереке жоқ. Бұл тек қана бүгінгі күн үшін емес, ертеңгі күн үшін де ұлы мереке болады. Бүкіл тарихта мұндай атаулы, мұндай мен тәуелсізбін деп айқайлап тұрған тарихта мереке жоқ. Сондықтан бұл мерекенің тіпті қадір қасиетін өлшеусіз, оны ешқандай ештеңемен өлшеп, немесе ештеңемен парықтап, парасатты адамдардың өздері бере алмайды. Ол тәуелсіз. Адам тәуелсіз, ел тәуелсіз. Бейне материал бойынша тапсырмалармен жұмыс жасап көрейік. Бірінші тапсырма. Ой тану әдісі бойынша Темірхан Медетбектің тәуелсізбін өлеңінің мазмұнын автор стиліне сай қара сөзбен көркемдеп айтып көріңдер. Оқушылар, өлеңнің мазмұнын қара сөзбен көркемдеп айтатындарыңа сенімім мол. Екінші тапсырма. Өлеңнен берілген үзіндіге сүйене отырып, 3 жақты күнделік кестесін толтырыңдар. Қымбатты оқушылар, сендердің тапсырманы дұрыс орындағандарыңа сенемін. Енді менің жауабыммен салыстырып көріңдер. Ал енді сабағымызды қорытындылап өтейік. Темірхан Медетбектің тәуелсізбін өлеңін оқу арқылы нені танып білдік? Әрине балалар, тәуелсіздік бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен келі кезең. Бүгінгі сабақтан біз көп ой түйдік деген ойдамын. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Тәуелсіздік тұғырын биік ұстар, еліміздің ертеңі, қадірлі оқушылар. Осымен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау болыңдар.